Aziz Қазақ елі, қош келдің әз Наурыз. Наурыз шығыс елдерінің бүкіл халықтық мейрамы, ұлыстың ұлы күні. Қазақ халқы да Наурыз мерекесін айрықша бағалап, оны жыл сайын тойлатып отыруды салт дәстүрге айналдырған. Наурыз шығыс елдер үшін бірліктің, татулықтың, еңбектің, ізгіліктің, бақыттың мерекесі ретінде тойланған. Сондықтан да болар бұл күні шаттанбайтын, қуанбайтын адам болмаған. Бұл күні жақсы тілек тілеу, құттықтау, кешірім сұрау, табысу сияқты адамгершілік қасиеттер көрініс тауып, кейінгі ұрпақтар сондай жақсы қасиеттерді өнегеден үлгі алған. Наурыздың айрықша тәлім тәрбиелік, үлгі өнегелік, сән салтанаттық, мәрт жомарттық, қадір қасиеттілік нышан белгілерін оқушы бойына дәріптеу үшін сегізінші сынып оқушыларының ата-аналары өз үйлерінде балаларының бойларына сіңіру мақсатында видеороликтер ұсынады. Көріп тамашалайық. Наурыз мерекесі құтты болсын. Келді көктемін, гүлдер бүршігін жарып. Келді көктемім, жаңа бір үміт алып. Қуанып жасымызда, кәрімізде саламыз шаттық әнге бәрімізде. Көктем ару келді, Наурыз ағайын, құтты
мына жылқы етінен алынады. Бұл жылқы еті қыстың күні сүрленіп, қаж жасалады, сол сақталып, көктемде наурызға келеді. Және жылқы еті бұл жылқы етімен қымыз, жылқыдан қымыз алынады. Қымыз биеден алынады. Сиыр 4 түлік малға жатады. Жылқы, сиыр, бұл сиырдан сүт, айран алынады. Айраннан ірімшік, құрт жасалады. Мен жалпы шежіре туралы кітап оқып отырмын. Биыл елімізде наурыз мейрамын 10 күн тойлау ұсынылды. Сол 10 күнді осы шежіреге арнаған екен. Маған шежіре туралы айтып бересіз бе? Әрине, Матина. Негізі шежіре араб тілінен алынған кезде тамыр деген мағына береді екен. Жалпы шежіре көп жылдық тарихы бар туынды екенін білеміз. Шежіренің халықтардың тарихын, ерте замандағы алыс жақын елдермен қарым-қатынасын зерттеп талдауға белгілі бір орны бар екені белгілі. Әсіресе мынау қазақ, қырғыз, ұйғыр, өзбек, түркмен халықтарының ежелгі тарихын зерттеуге шежіренің орны ерекше екені бәрімізге белгілі. Десек те, қазақ шежіресі көбінесе ауызша диалекке айналып, ауыздан ауызға айтылып, кей кезде ойдан туындаған қиял деректерге қосылып, тозаңы шығып жүрген қазақтың шежіресін бір салаға келтіріп, талас тудырдың жерлерін талдау жасалынып, шежіренің негізгі бір нұсқасын жасап шықса, бұл ғылымға қосқан зор үлес болар еді деген пікірім бар. Жалпы қазақта керемет бір сөз бар: жеті атасын білмеген жетесіз деген. Матина, өзің жеті атаңды білесің бе? Иә, әрине білемін. Ол ұлы жүзден шыққан Ошақты, Байлы, Байсары, Айдабол, Итен, Бәшек, Омарбек, Мақұлбек, Нұрымбет. Ай, керемет, Матина. Осы бір орайда Мағжан атамыздың керемет бір сөзі бар еді: жел тұрса орманы, жау шапса қорғаны болатын қазақтар өз шежіресін Бұл наурызға қазақ елі, мұсылман елі оңай жетпеген. Талай ашаршылық жылдары өткен. Талай ата-бабамыз, миллиондаған ата-бабамыз ашаршылықтан кетіп, азапты күндерді өткізген. Сендердің күндерің қазір өте жақсы. Егеменді ел алып, міне наурызды тойланып жатыр. Бұл наурызға жеткен талай ата-бабамыз ашаршылықта, қиыншылықпен, талай азапты күндерді өткізген. Қазіргі сендердің замандарың өте жақсы, қызықты заман. Наурызды тойлап, қазақ елі өз егемендігін алып, біз егеменді елде өмір сүріп жатқан қазақ жастарысыңдар.